Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай өте дәмді, өте оңай жасалынатын және мерекелік дастарханыңыздың көркі болатын королевский деген салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Керекті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Тауықтың төс етін алдын ала турап аламыз. Одан соң огурцымызды тураймыз. Қызанақтарымызды турап аламыз. Келесі 3 жұмыртқамызды ыдысымызға салып, шым ғана тұз салып, араластырып, блинчик тәрізді етіп, сковородкамызда қуырып аламыз. Сковородкамыз алдын ала қызып тұруы қажет. Оған кішкене ғана май жағып, осылай блинчик тәрізді етіп, барлық жұмыртқаларымызды пісіріп аламыз. Сырымызды турап аламыз. Барлығын соломка тәрізді етіп турауымыз қажет. Достар, жасалу жолы өте оңай, қолжетімді заттардан дайындалатын салаттың түрі. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді және әдемі болып шығады. Жұмыртқамызды осылай соломка етіп тураймыз. Дәміне қарай тұзымызды және майонезімізді саламыз. Және достар, жүгерімізді салуды ұмытпаңыздар. Одан соң барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Енді тарелкамызға салып, әсемдеуге кірісейік. Осылай чечил сырын алып, бөліктерге бөліп, салатымыздың бетіне әсемдеп қоямыз. Осымен біздің өте керемет дастарханымыздың көркі болатын, дәмі де сондай ерекше салатымыз дайын достар. Барлықтарыңызға ас болсын.